Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен дәмді үйретін әрі жасалуы өте оңай пай-пай салатын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге 2 дана қияр қажет. Қиярымызды дәл видеодағыдай қылып соломка қылып турап аламыз. Туралған қиярларымызды осылай бөлек ыдысымызға осылай салып қоямыз. Одан кейін бізге асылған 2 дана жұмыртқа қажет. Жұмыртқаларымызды да осылай соломка қылып турап аламыз. Туралған жұмыртқаларымызды жаңағы ыдысымызға осылай салып қоямыз. Одан кейін бізге піскен тауық еті қажет болады. Піскен тауық етінде соломка қылып турап аламыз. Одан кейін бізге картофель пай қажет. Мен дайын түрін қолдандым. Әркім өз қалауынша қолдан жасасаңыздар да болады. Картофель пайымызды да осы ыдысымызға осылай салып шығамыз. Одан кейін салатымызға дәміне қарай тұз және де майонез немесе қаймақ қолдансаңыздар болады. Мен майонез қолдандым. Одан кейін барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің дәмді үйретін әрі жасалуы өте оңай пай-пай салатымыз дайын.